дұрыс. Ата бабасынан сатқан, арам жеп өскен, намыссыз, өз қарындасының құқығын өзі қорғай алмайтын, көршісі жуан жұдырық болса, көршісі қатынның үстіне кіріп келсе үндемей, вот ештеңе етпейді, нәсілім жақсарады деп отыра беретін сондай дәйіздерменен иттен арман намыссыздардың кесірінен халқымызда идеологиялық қақтығыс туындап отыр. Иә, өкінішті сол көп болып кетті ол. Ана жаңа өзінде барып, ана өлтіре сал аналар десе, жүгіріп барып өлтіре сал. Оны айтпаңыз бұл жерде. Мына жақында май айында қандай кішкентай балдар кемпірлерді ұстап алып Оны түсірмей жаңа өз мәселесін айтқан бай. Сенек, Енді. менің бір нәрсені айтайын дегенім. есте берсін. Менің бір нәрсені айтайын дегенім. Ой, не істей алады? Мен бір нәрсені айтайын дегенім. Қазір Қытайда қазақтардың бұрынғы арызданғандарын сіздер қайта солардың арызын үдету керексіздер. Арыз бұдан бетер үдеу керек. Және әрбір адам біз кезінде жарияладық. Бүкіл 100-ден артық мемлекеттің Қазақстандағы елшілігінің